Баланы қырқынан шығару. Сіз білмеген ырымдар мен дәстүрлер. Дәстүрлі ортада бала дүниеге келгеннен қырқынан шыққанға дейінгі алғашқы 40 күндік өтпелі кезеңді қауіпті, қатерлі санап, жаңа туған нәрестені шырақ жағып күзетіп, қасынан адам үзілмей бағады. Бала қырқынан шыққанша сүт тырнағын, қарын шашын алмайды. 40 күннен аман өткен нәрестені қарақұлақтанды деп қуанып, қырқынан шығару тойын жасайды. Баланы қырқынан шығарарда шомылдыратын ыдыстың түбіне күміс жүзік, күміс білезік, күміс сөлкебай сияқты заттар салып, 40 қасық таза су құяды. Қазақ ұғымында күміс адалдықтың белгісі. Күміс салынған су ең таза су болып есептеледі, және оған жын шайтан жоламайды. 40 шелпек пісіріп, келген қауымға таратады. Кейбір өңірлерде оның бірнешеуін бесікке тізеді. Баланы қырқынан шығарған әйелдер білезік, сөлкебайларды бөлісіп алады. Баланы шомылдырып болған соң, қарын шашын алып, ақ шүберекке түйіп, тұмарша етіп, баланың оң жақ иығынан немесе бесігіне қадап қояды. Ал сүт тырнағын адам баспайтын жерге немесе ұрпағын көп болсын деп, жеміс ағашының түбіне көміп тастайды. Осы күні баланың ит көйлегі шешіледі. Ит көйлегіне алуан тәтті түйіп, бір иттің мойнына байлап қоя береді. Ауыл балалары сол итті қуып жүріп, ұстап алып, тәттіні бөліп жейді. Баланың ит жейдесін киелі санап, ақсақалдар алыс жолға шыққанда, дауға барғанда, қойындарына тығып алып жүрген. Бала таппаған үнемі түсік тастаған әйелдер оны басына жастап жатады екен. Құрметті оқырмандар, бүгінгі тақырыбым сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіз. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыз.